Сәлеметсіздер ма, құрметті көрермендер? Мен бүгін сіздерге осындай роза раушан гүлі сияқты шай көрпе дейді, жастық жағып құрауға да болады. Осындай гүл құрақтың құралуыменен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Ол үшін бізге алдыменен осындай ромбы тәрізді үлгіні даярлап, осыған салып, маталарымыздың барлығын лента қойып, сосын барлық осы үлгіге салып бүйтіп отыр, барлығын қиып аламыз үлгінің көмегіменен. Содан бұның енді тігілуі сондай қиын болмайды. Бізге мына ортасындағы 8 қиығымызды, мына 8 бөлігімізді былай жеке-жеке осылай құрап шығамыз. Міне мен сіздерге көрсетейін. Міне мына жерде 1, 2, 3 осылай міне барлығын осы 8 бұрышты үстіп құрап шығамыз. Міне ал дегенде мына үшеуін бір-біріне былай құрап аламыз, одан екеуін құрап, одан біреуін құрап, одан мына екіншіні құрап, осы 8 бөлікті осылай бір-біріне құрап аламыз да, соңында барлығын біріктіреміз. Соңында барлығын біріктіргенде осындай әдемі шай көрпе болып шығады. Мен сіздерге мына үлгісінің қалай үлгісін салуды көрсетейін. Мына ромбыменен. Соңында мына ортасына мына сияқты сарыдан мына гүлдің шашағы сияқты қылып ортасына осындай қойып жіберсеңіздер, бұл әдемі көрініп тұрады. Мен жаңадан пішіп болдым, енді осыны тігуге қазір менімен бірге тігіп көріңіздер. Жаңағы пішіп алған құрақтарымызды құрай бастадық. Міне осылай, міне жерде 1 дегенде мынау бордовый свет, күрең светтен 1, қызылдан 2 осылай ұлғайып отырады. Мынау 3, жасылдан 4. Жасылды біз жапырақ ретінде керектеніп отырмын. Міне осыны рет-ретімен осылай құрап аламыз. Міне жерді ромбы ұқсат, былай қарай қиғаштамайық, дүзілдетіп кетуіміз керек. Өйткені бұл қазір көрпешеміздің астына қарай былай қайырылып келеді, айланып, дөңгелегі былай айланып келеді. Қазір міне барлығын құрап болғаннан кейін сіздерге тағы да көрсетемін. Мына жасылды былай мына жағын туралап аласыздар. Міне жерін былай ромбы қылмай, бүйтіп келгеннен кейін мына жағын бүйтіп кетпей, сүйірлемей-ақ былай туралап кетіңіздер. Міне сонда мынауымыз астына қарай қайырылады ғой, четі болып келеді. Ең четі болып келеді. Осылай құрап жатырмын, енді сіздерге түсінікті болар деп ойлаймын. Міне біз жаңағы қиып алған барлық құрақтарымызды міне 8 бөлігін бірдей осылай құрап шықтық жеке-жеке. Бұл жеке-жеке құрап алған бізге қосуға өте ыңғайлы болады, оңай болады. Міне осы 8 құрағымызды енді біз бір-біріне осылай құрап шығамыз. Барлығын біркелкі қылып осылай құрап шығамыз. Мына четіне салған жасылымызды біз мына жерін туралап алдық. Бұл бүйтіп біздің мына екі ортасы былай біріне-бір тігілген кезде бұл былай астына қарай былай болып келіп тұрады. Бұл міне четі астары көрінбейді, сол ыңғайлы болады осылай. Четіне астына қарай жіберіп отырамыз міне. Барлығын осылып құраймыз енді. Ең соңында жақсы көрпеше, шай көрпе болып шығады. Бізге енді осындай раушан гүлі құрағын құрау үшін алдымен бізге мынандай қағаздан алдымен үлгісін жасап аламыз. Ол үшін осындай қағазды 2-ге бүктеп, мұнарасын былай 4 бүктеуіміз, осы 4 бүктеудің 1 бүктеуі бізде 8 бұрыш болады. Осыны былай қарай, мына тура ортасынан былай ромбы тәрізді осылай қарай бүктейсіздер де, осыны қиып аламыз. Міне мына тура осының четіменен былай қарай қиып аласыздар. Сонда бізге мынандай міне ромбы болып шықты. Осыны қатты картон қағазға салып жапсырып аласыздар. Міне мынандай болып шығады. Сонда осылай жапсырып қатайтып аласыздар дағы. Мынандай материалға лента қылып, алдыменен лента қиып аласыздар. Мынаны бүйтіп салып отырып, бұдан ешқандай не жоқ. Міне үстіп сызып аласыздар дағы. Бірінен кейін бірін жалғастырып, үстіп барлығын үстіп қиып шығасыз. Бір ғана осы матадан, осы үлгіменен, бір ғана осы үлгіменен барлық маталарыңызды қиып шығасыз. Енді құрметті көрермендер, енді осындай әдемі құрақты сіздерге мен әдейі үйретіп отырмын. Енді осындай тамаша гүл құрақты құрау үшін каналға тіркеліп ой пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар.
тіркеліп қарасаңыздар өздеріңізге оңай болады. Лайк басып қойыңыздар, комментариялармен бөлісіп отырыңыздар. Міне, мен енді жаңағы барлық құрақтарды құрап шықтым. Осындай әдемі чай көрпе деп аталады. Кей жерде келін көрпе деп аталады. Осындай үлкен. Мынаның диаметрі 90 сантиметрлік. Міне мынадан былай қарайғысы 45 сантиметр болады. Осыны үлгісінің жаңағы міне қиған үлгіміздің мынасы міне 10 сантиметрден аласыздар. Осы 10 сантиметрден алғанда осындай бір көрпелік болып шығады. Чай көрпеден бір көрпе осындай болып шықты.